Хаги-ваги бала психикасына зиян ба? Хаги-ваги көруге болады ма? Ойыншықтың өзі зиян ба? Және психикаға қалай әсер етеді? Сәлеметсіздер ме? Бүгін осы тақырыпты қарастыратын боламыз. Каналымызға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпайық. Балаларды құбыжықтар мен қорқынышты жағымсыз кейіпкерлер қызықтыратыны белгілі. Ойыншықтың өзі зиян келтіруге қабілетті емес. Бірақ осы ойынға немесе ойынға арналған бейне балалардың психикасына әсер етуі әбден мүмкін. Кейбір ата-аналар Хаги-вагидің бейне жазбасын көргеннен немесе ойын ойнағаннан кейін баласының жақсы ұйықтамайтынына, жалғыз қалудан қорқатынына және бұл әрекет өзін алаңдататынына шағымданады. Сондықтан сәнді құбыжықты сатып алу немесе сатып алмау әрбір ересек адамның таңдауы. Хаги-ваги тірі қалудың қорқынышты сюжеті бар ойын кейіпкері. Ойыншық бір қарағанда күлкілі болып көрінетін өте ерекше көрініске ие. Бұл күлімсіреген ойыншық құшақтап зиян келтіреді, ал оның көптеген тістерінің айналасындағы бетіндегі қызыл шеңбер оның құрбандарының қанының белгісі деп қарауға болады. Қандай қауіп бар? Жанкүйерлері мен ойыншылары осы аман қалу ойынына көптеген мазмұндар ұнады. Сондықтан сіз көптеген қорқынышты бейнелерді балаларыңыз іздеу жерінен көп таба алады. Оңай әрі тез таба алады. Бұл ата-ананы қатты алаңдатады. Бейне мен ойынның өзі жалпыға қолжетімді болғандықтан, бала сүйікті ойыншының атын немесе фотосын көріп қалса, қорқынышты мазмұнды оңай көре алады. Ал бұл бала психикасына зиян ба? Мектепке дейінгі балалар бұған дайын емес екені сөзсіз. Кішкентай балалардың дамуы мейірімділігі мол затты қабылдауы тиіс. Ал экрандағы көптеген агрессивті әрекеттермен қалай күресуге болады? Өз ойларыңызды комментарийға қалдырып кетіңіздер.